сатып алып Жақсы отырамыздар. Так, оқушылар өткен сабақта қандай тақырып өтті? Дәрумендер, да? Так, үй тапсырмасына дайындалып келдік пе? Жақсы. Дайындалып келсеңіздер, сұрақтарға жауап берейік. Ереже тұруға келе ағайын. Сұрақтарды оқып, сұрақтарға жауап берейік. Әр сұраққа жауап берген сайын. Дәрумендердің ағзаға шамадан артылуы не деп аталады? Гипервитаминіміз, да? Бір металл, яғни сіздерге сұрақтарға жауап беру арқылы бір металлға үйреніп отырасыздар. Келесі. Әсет келе ғой. Жақсы қатысып отыр, қатысқан сайын жинаға. Дәрумендердің көбеюі ағзаға қандай зиян тигізеді? Адам сүйегі суықшылар. Өте жақсы. Келесі. Келе ұстап. А витаминдердің көп болуы пайда болатын ауру. Даусыңыз шығарайы. Өте жақсы. Келесі. С дәрумен. Келе алмады. С дәруменінің көп тұтынсақ, жүрегі айнып асқазаны құрысады. Өте жақсы. Келесі. Яғни витаминдердің биологиялық рөлі қандай? Келе ағайке. Витаминдердің биологиялық рөлі витаминдер жасалмасы процесін реттейді. Өте жақсы. Келесі. Яғни соңғы сұрақ, дәрумендердің аса маңызды қосымшалары болып табылады. Аяулы келе ғой. Дәрумендердің аса маңызды көзі ақуыздар, майда және көбесулар болып табылады. Өте жақсы. Жақсы, үй тапсырмасы бойынша жақсы дайындалып келгенсіз. Енді бүгінгі күнделік жадын жазып, дәптерлеріңізге келесі тақырыпты жазып алыңыздар. 17-ші параграф. Адам ағзасындағы дәрумендердің маңызы. Жақсы, енді жаңа сұрағымызды бастайық. Яғни 15-ші параграф. Дәптерлеріңізге жазыңыздар ғой, да? Яғни дәрумендер, оның табиғаттағы маңызы және де олардың таралуы туралы. Так, енді бұл тақырып бойынша сіздер өткен сабақтарда таныстыңыздар. Яғни дәрумендер дегеніміз бұлар тірі ағзаларға керекті азық-түлік құрамынан алынатын органикалық заттар болып табылады. Енді осы өткенде де танысқаннан кейін сіздерге функционалдық сауаттылықтарыңызды арттыру мақсатында мәлімет беріледі. Сол бойынша сұрақтарға жауап берейік. Бірінші топқа және екінші топқа арнайы сұрақтар. Бұл сұрақтар бойынша сұрақтарға жауап берейік. Мәліметті оқимыз. Сол бойынша олардың дәрумендердің маңызы туралы және екінші топқа олардың қандай дәрумендер жетіспегеннен қандай аурулар туындайды, сол туралы қорғайтын боласыздар. 2 минут уақыт беремін. Жақсы оқушылар кодтық тапсырманы талқылап болсақ, енді сұрақтарға жауап берейік. Яғни сіздерде суда еритін витаминдер мәліметін берілген, сол бойынша оқып шықтыңыздар. Енді суда еритін витаминдер және сәйкестендіру тапсырмасы. Сұрақтарға жауап берейік. Сұлтанбек. А дәрумендердің жетіспеушілігінен ақшам соқыр ауруы пайда болады. С дәрумен жетіспеушіліктен құрқыла ауруы пайда болады. Және де В1 дәрумен жетіспеушіліктен бери-бери ауруы пайда болады. Сосын және де суда еритін дәрумендер А дәрумендер және С және В1 дәрумендері. Өте жақсы сұрағы. Екінші топ болдық па, сіздерге мәліметін берген, сол бойынша тапсырмалар беріпті. Яғни майда еритін витаминдер қандай витаминдер және де ол жетіспеушіліктен қандай аурулар туындайды. Кімдай? Ағипке? Майда еритін витаминдерге А және Д витаминдері жатады. Және Д витамин жетіспеушілігінен
рахит және мишель аурулары пайда болады. Бұл витамині жетіспегендіктен бери ауру пайда болады. Яғни қандай өзгеріс қандай болады? Тепе-теңдік көріс болмайды. Тепе-теңдік қозғалады да? Иә. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабағымыз бойынша біздерде зертханалық жұмыс бар, яғни 5-ші зертханалық жұмыс тағам құрамындағы С дәріменін анықтау. Енді біздер дәрумендер тақырыбында қандай маңызы бар екенін білдік. С дәрумені қандай тағамдар құрамында болатын еді? Көкөністерде, цитрусты жемістерде. Жақсы, енді бүгін сізге осы азық-түлік құрамындағы С дәрумені анықтау үшін біздерге керекті натуральный сок пико, фьюсти шабдалы соғы және де С дәрумені бар мынандай аскорбиновый кислота, яғни езіп әкеліп қойдым. Одан кейін шөп шай, яғни негізгі дәрумендерге бай. Яғни бұларды 2 миллиграммнан арнайы пробиркаларға құйып, оларға 2 тамшыдан осындай иод ерітіндісін тамызамыз. Ондағы С дәрумен білу үшін жасап көрейік. Так, бірінші біздерге осындай пико соғын 2 миллиграммнан құйып алайық. Екінші біздерде шабдалы соғы. Үшінші мынандай шөп шайымыз. Төртінші біздерде аскорбиновый кислота. Енді осыған 2 тамшыдан иод ерітіндісін тамызамыз. Яғни оның түсі өзгеріп кететін болса, ондағы С витаминінің аз болуы. Егер де түсі өзгермесе, ондағы С витаминінің көп болуын білетін боламыз. Қарайық енді. Мынау біздерде бірінші пико соғы. Бірінші біздерге міне құйылған пико соғы өзгерді ме? Яғни өзгерді де. Бұндағы екінші біздерде шабдалы соғы. Үшінші фито шайды. Төртінші біздерде аскорбиновый кислота. Қайсысында өзгерген жоқ? Яғни аскорбин қышқылындағы С дәруменінің көп болуын анықтадық. Жақсы, енді бүгінгі сабақ бойынша рефлексия, бүгінгі сабақ бойынша, яғни қалай болды, сол бойынша білім поштасы арқылы сіздердің аты-жөндеріңізді жазып, анда қағаз бар, сонда кері байланыстарын жаза қойыңыздар. Яғни бізде 2 сағат өтті. Бүгін соның 2-ші сағаты. Осы сұрақтар бойынша білу үшін сұрақтарын аламыз. Болсақ әнізге яғни біздер білдік дәрумендердің қандай маңызы және олардың аз болуына қандай аурулар туындайтынын.